Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін ортасына осылай вареный сгущенка қосылған дәмді булочкалар жасап үйренеміз. Ол үшін 120 мл жылы сүтке 10 грамм дрожь қосып, осылай араластырып, бір бұрышқа қоя тұрамыз. Сосын 260 грамм ұнымызды алып, оған жарты шай қасық тұз, азғанта разрыхлитель, 40 грамм секер, ванилин, бір жұмыртқа, сосын манағы дайындап алған жылы сүтіміз бен дрожжымызды араластырып, осылай араластырып аламыз да 40 грамм сұйық май қосып, жұмсақ қамыр болғанша осылай жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ және қолымызға жабыспайтын болуы қажет. Өзімізге ыңғайлы болу үшін столдың үстіне осылай ұнымызды сеуіп, қамырымызды тағы да бір 10-15 минуттай илеп аламыз. Осылай иінін қандырып илеп болғасын ыдысымызға салып, бетін пищевой пленкамен жауып, бір бұрышқа көтерілгенше демалдырып аламыз. Мінекей қамырымыз дайын. Енді оны столдың үстіне түсіріп, тағы да бір рет илеп аламыз да бірнеше бөлшектерге бөліп әдемі етіп дөңгелетеміз да тағы да 5-10 минутқа кішкене демалдырып аламыз. Мінекей қамырымыз демалып болды. Енді оқтауымызды алып кішкене жазып, 200 грамм сгущенка, салмамыз ортасына салатын, соны осылай шай қасықпен ортасына салып, сосын бұл өстіп ортасына салғаннан кейін екі жағын біріктіріп, кәдімгі пирожки ұқсатып, осылай етіп булочкалар дайындап аламыз. Сосын барлығын осылай етіп дайындап алғаннан кейін противеньге қоямыз да бетін жауып, тағы да бір 5 минутқа демалдырамыз. Ортасынша біз оны кондитерский крошка деп айтады, соны дайындаймыз. Ол үшін бізге 20 грамм ұн, бір ас қасық секер, ванилин және 20 грамм сары май. Осылардың барлығын осылай күтіп, біріктірмейміз. Осылай крошка жасап алып, жаңағы дайын болып тұрған булочкаларымыздың үстін жұмыртқамен сылап шығамыз да бетіне крошкаларымызды сеуіп, градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Булочкаларымыз тез дайын болады.
мінекей булкиларымыз дайын, өте әдемі әрі дәмді болып піседі. Барлықтарыңызға пісіріп көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған дәмді дастархан. Келесі кездескенше сау болыңыздар.